Сәлем достар, видеоны соңына дейін қарап, маған тіркеліп, достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Жігіттер тобының әншісі Бағлан Әбдірайымов Қайрат Нұртаспен болған келеңсіз жағдай туралы уақыт көрсетеді бағдарламасында айтты. Бағдарлама жүргізушісі Бағланнан республика сарайында өткен алтын самұрық байқауынан кейін болған оқиғаның жай-жапсарын сұрады. Бұл байқауда әншілер бір-біріне дауыс береді. Сахнаның сыртында Еркін Нұржанов пен бізге дауыс беретін болып келіскенбіз. Ақтықсында Тоқтар мен Бейбіт және жігіттер квартеті қалды. Негізі жеңіс бізге тиесілі. Жастары да, жолдары да үлкен болғандықтан, халықтың қалауымен жеңіске Тоқтар ағамыз бен Бейбіт жеңгемізге бұйырды. Кейін сыртқа шығып, Еркінге неліктен уәдесінде тұрмағанын сұрадым. Жанымызда бірнеше әнші тұрған. Еркінге ашуланып тұрғанымда Қайрат Нұртас сөзге араласты. Қайрош, сөзге араласпай-ақ қой деп едім, не демекшісің деп шап етіп сөз қайтарды. Менің түсінігімде үлкеннің аты үлкен. Біз бір жасқа үлкен болса да сіз деп сыйлап үйренгенбіз. Маған сөз қайтарып қоймаған соң сол жерде шапалақ тартқаным бар. Содан үнсіз қалды. Кейін Қайраттың өзі сенге көшіп бара жатыр едім, қайтадан сіз боп қалдыңыз ғой деп әзілдеді, деді әнші. Өнер иесі өзінің бұл әрекетін балалық деп түсіндірді. Ол кезде ол да бала, мен де бала, арақатынасымыз бұзылмады. Бәріміз жігітпіз. Кім-кімнен шапалақ жемей жүр, деді Бағлан.